Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мясо по-французски жасайтын боламыз. Ол үшін бізге фарш сиыр етімен, осындай картоп, пияз, перец, чеснок және баклажан, сәбіз, тұз, бұрыштар қажет. Бетіне сыр. Ал енді бастаймыз. Өстіп сиыр етімен фаршымызды алып, перчаткамызды лақтырып жіберіп, қолымызға киіп жіберіп, тамағымызды бастаймыз. Бетіне бұрыштарымызды себеміз. Өстіп бір пиязды алып жеріп, аршып жеріп, блендерден өткіз жеріп саласыздар да. Бетіне бір лимонды сығып жібересіздер. Дәмді болып шығады. Осылай алып қоясыздар, картошканы аршып, фук еткізіп, турап жібересіздер да. Бетіне кішкене тұзбен тұздап қоясыздар. Сәбізді де осылай фук еткізесіздер, баклажанды да, чеснокты да, сырды да фук еткізіп өткіз жібересіздер. Сырдың жартысын майонез или қаймақпен бір қасы салып араластырып, бетіне себесіздер. Осылай фаршымызды пен пиязымызды араластырып аламыз. Фольга төсеп, ыдысымызға дайындап қоямыз. Өстіп картоптарымызды бір-бірден тізіп қойып шығамыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз, қыздар, жігіттер. Менің каналымды кім көреді, бәріңіз қазақша каналды қолдап кетейік. Лайк басып, өздеріңіз пікірлеріңізбен бөліскетіңіздер. Осылай фаршты қоямыз, одан кейін сәбізді саламыз. Жартысына сәбіз, жартысына баклажан қосамыз. Біздің балалар сәбіз жемейді, сондықтан осылай жасасаңыздар болады. Бетіне жаңағы сырымызбен қаймағымызды араластырғанын бетіне себеміз. Одан кейін кішкене пісіп келе жатқанда сырымыз себеміз. Ас болсын.